Қайырлы күн, қымбатты пайдаларына каналының көрермендері. Бүгін біз сіздермен жұмыс жасамай тұрған ИП-ны уақытша тоқтатуды үйренеміз. Жалпы ИП-ны 1 айдан 3 жылға дейін тоқтатып қоюға болады. Бұл уақытта сіздің ешқандай төлемдерді төлемеуге мүмкіндігіңіз бар. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достар. Ең алдымен лицевой счет деген жерді ашамыз. ИП-мыздың лицевой счетін тексеріп аламыз. Және осы жерде запросить сальдо ЛС дегенді басамыз. Яғни бүгінгі күнге біз сальдосын тексереміз. Бүгінгі күн бойынша бұл кісіде ешқандай қарыз жоқ болуы керек. Бұл ИП 2024 жылдың наурыз айында ашылған, ешқандай қозғалыс болмаған. Сол себепті сальдо штрафа, сальдо пени барлық жерде ешқандай қызылмен белгіленген белгі жоқ. Сальдосы таза. Және келесі кезекте кез келген ИП-ны тоқтатардың алдында біз оның қарыз отчеттары бар ма, соны тексереміз. Бұл ИП 2024 жылдың наурыз айында ашылғандықтан 2024 жылдың бірінші жарты жылдығына ешқандай қозғалыс болмағандықтан нулевой отчет тапсырамыз. ИП бойынша нөлдік есептілікті қалай тапсыру керектігі туралы видео менің каналымда бар. Қосымша осы видеоның астында сілтемесін қалдырамын. Мен бұл кісіге алдын ала 2024 жылдың бірінші жарты жылдығына упрощенный режим бойынша нөлдік есептілік тапсырып қойдым. Егер сіздің ИП-іңізде қандай да бір қозғалыс болатын болса, онда сізде нөлдік есептілік болмайды, соны ескересіз. Бұл ИП-да ешқандай өзгеріс төлемдер болмағандықтан мен нөлдік есеп тапсырдым. 2024 жылдың 21 сәуірі бойынша. Енді тура осы датамен біз ИП-ның жұмысын уақытша тоқтату туралы өтініш жібереміз. Екеуі міндетті түрде бір күнде болуы керек. Егер де сіздің есептілігіңіз бен өтініштің уақыты бір күн болмаса, онда отказ келуі мүмкін. Енді налоговое заявление деп кіреміз. Осы жерден постановление представления налоговой отчетности деген жерді ашамыз. Бұл бір беттен тұратын өтініш, яғни бұл жерде біз 213 деген жерге белгі қоямыз, және де қай күннен бастап, 21 сәуірден бастап бұл кісі жарты жылға ИП-сының жұмысын тоқтатпақшы. 1 қараша күні сіздің бұл тоқтатылған ИП автоматты түрде өз жұмысын бастай береді. Бірақ та егер де сіз ИП-іңізді бұл 31 қазанға дейін күтпеймін десеңіз, алдын ала қайтадан жұмысын бастау туралы өтініш жіберіп, жұмысты ары қарай жалғастыруға болады. Код органы государственных доходов сұрап тұрады. Оны біз регистрационные данные, яғни сервисы регистрационные данные деп жеке вкладка ашамыз. Осы вкладкадан тексеріп аламыз. Запросить данные деп бүгінгі күнге, яғни 21 сәуірге обновление, жаңарту жасаймыз. Осы жерде 9 тармаққа өтеміз. Оның коды 62-08. Ол жерде біз по месту нахождения ИП-ның тіркелген жері бойынша кодты қоямыз. Проверить заполнение дегенді басамыз. Ошибка жоқ. Отправить в ОГД деп басамыз. РСА-ны таңдап қол қоямыз. Отправка успешно завершена деп тұр. Енді біз жаңағы жіберген өтінішімізді қай жерден көре аламыз? Жаңағы налоговое заявление деп қайтадан кіреміз. Осы жерде ең астына түсіп, найти дегенді басамыз. Найтиді басқан кезде бізде жаңағы жіберген, бүгінгі күнмен жіберген біздің өтінішіміз 21 сәуірмен статус принято деп тұр. Мына жерде примечание тұр, сведения о приостановлении. Бұл жерде 2 сағат өткеннен кейін жаңағы уведомление шығу керек тоқтатылғаны туралы. Немесе база жай жұмыс істейтін болса, бір күннен кейін тексереміз. Бір жұмыс күні өткеннен кейін налоговое заявление дегенді ашып, найти дегенді басып астыға түсеміз. Осы жерде біздің жіберген өтінішіміз бойынша жауап келеді. Міне уведомление деп тұр, действие. Енді мынаны басамыз.
Автоматын басқан кезде міне статус подтверждено деп тұр, яғни біздің ИП-мыз уақытша жұмысын тоқтатты. 21 сәуірден 31 қазан айына дейін 1 қараша күні біздің ИП-мыз өзінің жұмысын автоматты түрде бастайды. Бірақ егер қараша айын күтпей тамыз айында жұмысыңызды бастағыңыз келсе, онда қайтадан жұмысты бастауға өтініш беріп іске қосуға болады ИП-ны. Егер де сізде мынандай уведомление шықпайтын болса, онда сведения о приостановлении дегенге басамыз. Автоматты түрде бізді КГД сайтына ауыстырады. Осы жерде ИП-ның иінін және де қай күні өтініш жібердік біз? 21 күні жібердік. 21-нен 22-сіне немесе 23-не деп таңдап тексереміз. Яғни робот деген жерге міндетті түрде галочка қоямыз. Получите результат деп басамыз. Бірнеше рет қайталау керек болады кей жағдайларда. Мына результаты поиска астынан шығып тұр. 21 күні жіберілген. Уведомление, сведения дегенді басамыз. Осы жерде мысалға біздің ИП-іңіз бойынша статус решения подтверждено деп тұр. Егер сіздің ИП-іңіздің жұмысы тоқтамағаны туралы уақытша уведомление келмейтін болса, онда сізде отказ деген сөз. Сондықтан осы сайтты міндетті түрде тексереміз. Және отказдың причиналары тұрады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, достар.